Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы саяжайда. Сендер бүгін қарамен жазылған сөздерге сұрақ қоюды, мәтін бойынша сұраққа жауап беруді үйренесіңдер. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздеріне назар аударайық. Көшет, жеміс ағаштары, саяжай, арам шөп. Оқушылар, жаңа сөздерді сөздік дәптерлеріне жазып алайық. Жаңа сөздер мен сөз тіркесін сөйлемдер жазайық. Іске сәт. Оқушылар, біз ұсынған жауап үлгілеріне көңіл бөлейік. Сөз тіркестері: алма көшеті, жеміс ағаштарын отырғызу, саяжайға бару, арам шөпті жұламын. Біз сенбіде саяжайға бардық. Оқушылар, сендердің де жауап нұсқалар сәтті шықты деген ойдамын. Оқушылар, келесі тапсырма мына суретпен байланысты. Суретке қарап, жұпта сұрақтарға жауап беріңдер. Іске сәт. Оқушылар, біз ұсынған жауап үлгісімен тексеріп көрейік. Ата не істеп жатыр? Ата жерді қазды. Ол көшетті отырғызады. Сәуле не істеп тұр? Сәуле көшетті ұстап тұр. Мараттың қолында не бар? Мараттың қолында су құйғыш бар. Оқушылар, сендердің де жауап нұсқаларын сәтті шықты деген ойдамын. Оқушылар, келесі тапсырма мәтінмен жұмыс. Мәтінді тыңдайық. Көктем келді. Атам екеуміз саяжайға бардық. Саяжай қаланың шетінде орналасқан. Саяжайда адамдар бақша жұмыстарымен айналысады. Атам көшет отырғызды. Мен көшетті суғардым. Оқушылар, мәтін бойынша келесі сұрақтарға жауап берейік. Саяжай қайда орналасқан? Саяжайда адамдар немен айналысады? Атам не отырғызды? Іске сәт. Оқушылар, біз ұсынған жауап үлгісімен тексеріп көрейік. Саяжай қайда орналасқан? Саяжай қаланың шетінде орналасқан. Саяжайда адамдар немен айналысады? Саяжайда адамдар бақша жұмыстарымен айналысады. Атасы не отырғызды? Атам көшет отырғызды. Оқушылар, сендердің де жауап нұсқаларын сәтті шықты деген ойдамын. Оқушылар, келесі тапсырма сұрақ қойып, сөйлемдерді толықтырып жазайық. Сұрақтарға көңіл бөлейік. Қайда? Қайдан? Немен? Ойланайық. Іске сәт. Оқушылар, бірге тексерейік. Қайда? Саяжайға барамын. Қайдан? Саяжайдан жемістерді әкелді. Немен? Біз автобуспен барамыз. Оқушылар, сендердің де жауап нұсқалар сәтті шықты деген ойдамын. Оқушылар, сұраулы сөйлем құрастырғанда келесі сұрақтарды қолданамыз. Есте сақтайық. Қандай? Не? Қашан? Не істейді? Қайда? Оқушылар, сұрақтарды есте сақтау үшін келесі тапсырманы орындайық. Топтық жұмыс ойын ретінде өткіземіз. Кім тез?
Әр топқа қоржындар берілген. Әр топ өз қоржыннан шыққан сөздерді сұрақтың астына жапсырып қою керек. Ең жылдам топ үздік топ деп саналады. Іске сәт. Әр топқа 5 сөз берілген. Сөздерді мұқият оқимыз. Іске сәт. Оқушылар, сұрақтарды оқып, сөздерге көңіл бөлейік. Қандай? Кішкентай, көңілді, таза. Не? Үйіміз, арам шөп, ағаш. Қашан? Көктемде, ертең, жазда. Не істейді? Отырғызамыз, демаламыз, жұлады. Қайда? Саяжайда, табиғатта, бақшада. Оқушылар, сендердің де жауап нұсқалар сәтті шықты деген ойдамын. Оқушылар, демалып алайық. Орнымыздан тұрамыз, алақанды ұрамыз. Бір отырып, бір тұрып, тез шынығып шығамыз. Жарайсыңдар. Келесі тапсырма оқылым. Оқимыз. Саяжайда үйіміз кішкентай. Жеміс ағаштары көп. Көктемде көшет отырғызамыз. Анам бақшаның арам шөбін жұлады. Содан кейін табиғатта демаламыз. Жазда саяжайдың ауасы таза. Оқушылар, қарамен жазылған сөздерге сұрақ қояйық. Іске сәт. Ойланайық. Оқушылар, бірге тексерейік. Көктемде не отырғызамыз? Анам бақшаның арам шөбін не істейді? Содан кейін қайда демаламыз? Оқушылар, сендердің де жауап нұсқаларын сәтті шықты деген ойдамын. Оқушылар, суретке қарап, жұпта сұрақтар арқылы диалог құрастырайық. Сұрақтарға көңіл бөліңдер. Сенің отбасында саяжай бар ма? Ол қайда орналасқан? Онда нелер өседі? Сен ата-анаңа қалай көмектесесің? Оқушылар, іске сәт. Ойланайық. Сенің отбасында саяжай бар ма? Иә, бізде саяжай бар. Ол қайда орналасқан? Ол қаланың шетінде орналасқан. Онда нелер өседі? Онда әртүрлі жеміс ағаштары, көкөністер өседі. Сен ата-анаңа қалай көмектесесің? Мен арам шөпті жұламын, ағаштарды суарамын. Оқушылар, бүгінгі сабақты қайталайық. Есте сақтау үшін мына ойынды өткізейік. Келесі платформа арқылы. Ойынның аты саяжайда. Іске сәт. Оқушылар, үйге сөздерді жаттау және 4-ші тапсырма. Сурет бойынша бірнеше сөйлем құрап жазу. Іске сәт. Оқушылар, енді бас бармақ тәсілі арқылы кері байланыс жасайық. Сендерге барлық тапсырма түсінікті болды деген ойдамын.